Кәдімгі асқабақтың дәнегі адам ағзасындағы паразиттерді шығаратын ең бір пайдалы өнім. Балаларға үнемі жегізіп тұру керек. Витаминге өте бай. Диета ұстап жүргендер перекусқа қолдануға болады. Бал қосып шаймен ішсеңіз де әрі дәмді, әрі өте пайдалы. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Асқабақтың еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емнің бірден-бір шипасы, асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ тұқымы дәні ем болатын аурулар. Халық емшілері ежелден-ақ асқабақ дәні арқылы таспа және сазан құрттарды түсіріп, әйелдердің босанғаннан кейінгі аяқ-қолының ісінуінде, көкжөтелде, көтеуде, яғни геморройды асқабақпен емдеген. Олардың асқабақ дәнін балмен араластырып, жегізіп, адамдарды ішек құрттарынан құтқарғаны жөнінде ертедегі медициналық жазбаларда жиі айтылады. Адамның ішегіндегі таспа құртты түсіру үшін 60-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, аш қарынға дәнімен қоса ішеді. 2 сағаттан соң 2 грамм таза сорды сумен ішу керек. Сазан құртын түсіру үшін 30-60 грамм асқабақ дәнін талқандап, оны бал немесе шекер, қант суымен ішеді де 2 сағаттан соң таза сордан 20 граммдай ішіп, ішті өткізеді. Сонда сазан құрты түсіп қалады. Асқабақ дәні тұқымы көкжөтелге де шипалы ем болады. Көкжөтелден жазылу үшін асқабақ тұқымын қыздырған тас кірпіштің үстіне қойып кептіреді. Сосын оны талқандайды. Ұнтақты қара шекер суымен күніне бірнеше рет ішсе көкжөтелден құтылады. Көтеуді, яғни геморройды емдеу үшін асқабақ тұқымының бір келісін суға қайнатып, оны күніне 2 рет булап, емді бірнеше күн жалғастырса аурудан жазылады. Балалардың жұтқыншағы жиі қабынады. Оған себеп көп. Сондайда тиісті мөлшерде асқабақ тұқымын науатқа қосып қайнатады. Оны күніне 10-16 граммын ішіп емделеді. Адам жүрек әлсіздігінен жүдесе, асқабақ тұқымы мен қуасының дәнін жер жаңғағы, жаңғақ дәніне араластырып талқандайды. Жағдайына қарап тұрақты түрде ішіп тұрады. Босанғаннан кейін аналық омырау сүті азайса, 150 грамм асқабақ қабығы мен аршылған шикі тұқымын дәріге орап талқандап, қайнаған сумен таңертең аш қарында ішу қажет. Оны 3-5 күн бойы ішсе, ана омырауының сүті молая түседі. Қуырып немесе қайнатып ішуге болмайды. Ішектегі құрттадан арылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жеу, 6-7 дәнді езіп сүтпен ішу. Простатитте 0,5 грамм тазаланған асқабақ дәнін қуырылмаған ет тартқыштан өткізеді. Оны 1 стақан балмен араластырып, орман жаңғағы сияқты кішкене-кішкене пішімге келтіреді. 10 шақтысын банкеге салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды да, мұны күніне 1 рет аш қарынға астан 30 минут бұрын жеп тұрады. Емді жылына 1 рет жасаған жөн. Ем өте шипалы. Асқабақ халық емінде Австрия патшасы 1773 жылы асқабақтың шипалық қасиетіне әбден тәнті болғандықтан мынандай жарлық шығарған. Асқабақ денсаулыққа таңғажайып әсер береді. Өте пайдалы болғандықтан тағам ретінде қолдануға тым бағалы. Сондықтан тек дәрі күйінде ғана қолданылсын. Асқабақтың емдік қасиеттері Авиценнаның жазбаларында, Мұхаммед Хусейн Ширазидің еңбектерінде де кездеседі. Бұл жазбаларда тіпті асқабақ дәнінің майы құлақ пен тамақ ауруына ем ретінде қолданылатыны, ыстығы жоғары адамдарға асқабақ шәрбәтінің сиропының шипалы әсер беретіні айтылады. Сол ерте заманнан жеткен тағы бір деректер көру қабілеті нашарлағанда, қан азықтан жапа шеккенде де, артық салмақтан арылғысы келетін адамдарда асқабақтың еміне жүгінген, және де асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандыруда өте шипалы. Асқабақты жегенде ұрығын жуып кептіріп дәнін алады. Асқабақ усыз дәмді жеміс. Дәні сабағы еті әйелдердің ағзасындағы емшек сүтін молайта түседі. Асқабақтың уытты қайтару,
қабынуды жазу, ауырғанды басу тәрізді де қасиеттері өте көп. Бір ғажабы, асқабақты қысқа сақтағанда ол толықтай пісіп жетіледі. Сондықтан да оның күзде пісіп үлгермеген пәлектерінде қалдырмай жинап алу қажет. Халық емшілері асқабақты несеп жаны жүйесінің көптеген ауруларын емдеуде қолдана түседі. Асқабақтың несеп айдаушы, қабынуға қарсы өте айдағыш қасиеттерінің бар екендігі паразиттерді жоятындағы дәстүрлі медицинада да зерттеліп дәлелденген. Осыған орай дәрігерлер асқабақты жүрек қан тамыр аурулары, гипертония және зат алмасуда қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынады. Асқабақтың еті ем болатын аурулар. Адам бойындағы тараған апиын уын қайтару үшін асқабақтың етін жаншып, суын сығып алады. Сосын оны уланған кісіге тиісті мөлшерде ішкізеді. Бұл апиын уын қайтарады. Асқабақты ем-дәмді қолдану адамды арықтатады, себебі оның құрамында жасанды талшықтың, судың, жасұнықтың көп мөлшері бар. Ол ағзадағы ас қорыту үдерісінде тездетіп, оның уыттардан тазартады. Отқа немесе ыстық суға күйіп қалғанда асқабақ дәнін жаншып, тазалығына көңіл бөліңіз. Жараға таңу қажет. Ол жараның жазылуына жақсы көмектеседі. Өкпеге шығу шыққанында асқабаққа 250 грамм сиыр етін қосып, суға пісіріп, тамақ орнына жейді. Оған май мен тұз қоспайды. Сонда өкпе шығуы жойылады. Іштегі құртты түсіру үшін шикі асқабақ етінен ересектерге 500 грамм, балаларға 350 грамм жегізіледі. 2 сағаттан соң іш айдайтын дәрі ішкізеді, құртты түсіреді. Бұл дәріні 2-3 күн ішу қажет. Ағза жүдесе, адам бойын әлсіздік болса, асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жесе пайдасы өте мол. Асқабақ шарына ем болатын аурулар. Орталық жүйке жүйесін тыныштандыру үшін асқабақтың шарынын немесе қайнатпасын балмен араластырып, ұйқы алдында ішеді. Ол ұйқы дәрісіндей әсер етеді. Бүйрек, бауыр ауырғанда күніне бір стақан асқабақ шарын ішіп тұру керек. Шарынды жаңа дайындалған күйінде ғана ішеді, себебі үйдегі жағдайда оны сапалы күйінде сақтау өте қиын. Жүкті әйелдердің жүрегі айнығанда асқабақ ішсе, ол оны басады. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан балған шырынын ішкен немесе қайнатылған жегенде шипалы. Асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе жасап ішеді. Ардақты ағайын, мінекей, қарапайым асқабақтың 1001 дертке қандай дәрі екенін көрдіңіздер ме? Олай болса, сіздің дастарханыңызда асқабақтан дайындалғанда дәмді тағамдар, шипалық шарын, қайнатпалар орын алсын. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.